Рия деген дүние бар бізде. Егер бір жақсы амалды істесең, оны біреуге көрсетсең, о рия болады. Ал енді салауатта ондай жүрмейді екен ғой. Мысал ретінде, мен тәсібім қайда? Мен отырдым, мен мынанша салауат айттым деп сіздерге көрсетіп шықтым да, салауат айтып жүріңіздер деп қойдым. Ода рия жүрмейді екен. Бұл ғибрат ретінде кетеді екен да. Айта беру керек. Салауаттың пайдасын айта беру керек, және салауатты айтуымыз керек екенін басқаларға да ескерте беруіміз керек. Қараңыз, бір салауат айтумен, саллаллаху алейхи уассалам, бұл да салауат. Бір рет айттыңыз ба, Аллах тағала 10 күнәңізді кешіріп, 10 дәрежеңізді өсіріп, 10 есе жақсылық жазып қойып отыр екен да. Бір салауат айтумен. Және кімде-кім 100 салауат айтатын болса деймін. Кімде-кім 100 салауат айтатын болса, Аллах тағала оның қаншаға жетін өтейді? 100-ға жетін өтейді екен. 100-ға жетін өтейді. Енді бұның 70-і ауыр болған қиямет өтейтін болса, 30-ын осы дүниеде өтейді екен да. Алланың мейірімі.